Бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болдым. Президентке Қазақгаз ұлттық компаниясының 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының көрсеткіштері және газ саласында болып жатқан ауқымды реформалар туралы баяндадым. Атап айтсақ, Қазақгаз ұлттық компаниясы Алматы қаласында, Маңғыстау, Атырау облыстарында, басқа облыстарында өз есебінен 400 миллиард теңге инвестиция құйып, ірі инфрақұрылымды жобаларды жүзеге асырды. Былтырғы жылдың басынан бастап Қазақгаз ұлттық компаниясы өз есебінен 389 миллиард теңге Қазақстанның халқына және кіші бизнеске газ бағасына субсидия жасап, демеу көрсетті. Сол кезеңде шамамен 450 мың Қазақстанның азаматтары газға қол жеткізді. Тауарлық газдың ресурстық базасын арттыру мәселесі бойынша, газ өңдеу қуаттарын ұлғайту мәселесі бойынша жұмыс атқарылуда. Атап айтсақ, биыл жаңа Анабай газ кен орны іске қосылады, және де біз жаңа придорожный газ кен орнын игеру проектін бастадық. Сондай-ақ президентке Бейнеу-Бозой-Шымкент магистралдық газ құбырының екінші тармағы жобасының басталуын мәлімдедім. Бұл жоба газ саласында аса әрі мегапроект. Кездесу соңында мемлекет басшысы газ саласын әрі қарай реформалауды, яғни газ бағаның белгілеуінің реформасын енгізуді, күзгі қысқы жылыту кезеңін апатсыз өткізуді және де барлық Қазақстанның газ тұтынушыларын газбен үздіксіз қамтамасыз етуді тапсырды.